Алмай жүрген адамға беріледі. Көптен бері ет жемеген адамға беріледі. Ал енді оны күнде жеп жүрген адамдарды шақырып, не тойлайсың ол, не той? Той Алла үшін болу керек та. Тойыңа дейін Алланың дидары үшін жасау керексіз, мысалы. Алла риза болған сәттерін сонда, мысалы жаңағыдай фақырлар, міскіндер деген нәрселерді әкеп, соны енгізіңіздер стандартты, форматты өзгерту керек кішкене. Халық осылай жасап жатыр, осылай жасай береміз деп. Сіз Мұхаммед пайғамбардың үмбетісіз. Сізден шықпаса кімнен шығады бұндай жаңалықтар? Бұндай жақсылықтар кімнен шығады? Сізге қарап тұр бүкіл әлем, бүкіл жердің беті қарап тұр. Осылардан жақсылықтар қашан шығады екен деп. Сондықтан шығару керек бұл жақсылықтарды. Жаңа пайғамбарымыз анық айтып тұр ғой. Астардың ең жаманы сондай бір тойға қойылған ас, байлары шақырылып, кедейлері, жаңа фақырлары шақырылмаған дейді. Немесе бір риуаятында айтады, юмнағу минха мәниәти. Сол тойға келетқан адамдарды қуып жібереді дейді бүйтіп. Ей, кетіңдер, сендер шақырылған жоқсыңдар деп.